Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 90-шы сабақ өзіңді тексер тақырыбын өтеміз. Қорытынды сабақ. Балалар, бүгінгі сабақта тарау бойынша білімімізді тексеріп бағалаймыз және де өткен сабақтарды қайталап есімізге түсіретін боламыз. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: сұрақтың орнына тиісті сөзді қойып оқы. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты пайда болды. Ол не? Ол, балалар, бізде планер болатын, Алғашқы планердің үлгісін кім жасады? Алғашқы планердің үлгісін Леонардо да Винчи жасады, Екінші тапсырма: ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деген сөйлемнің мағынасын түсіндір. Балалар, бұл сөз ғарышты игеру жолындағы алғашқы қадам дәл осы Байқоңырдан басталғанын білдіретін ұлағатты тіркес болып табылады, балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Үшінші тапсырма: оқып кестені толтыр. Оған әлі ат қойылмапты. Ғарышқа аты жоқ жолаушыны жіберуге бола ма? Болмайды ғой. Ат табуымыз керек болды. Мәтіннің тақырыбы, балалар, аман қайтып кел, звездочка деп аталады, Мәтіннің авторы Юрий Гагарин. Ал кім не жайында айтылған? Бұл Гагарин және звездочка ит жайында айтылған деп кестені толтырсақ болады екен. Олай болса, балалар, келесі төртінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл ғарышкердің басынан өткен қиындық қандай жағдайға байланысты еді? Балалар, бұл ғарышкердің басынан өткен қиындықтары әкесінен қаршадайынан айырылғандығына байланысты еді. Бесінші тапсырма. Балалар, бесінші тапсырмада бізде қапыда және де мәртебесі сөзінің сипаттамасын жазуға берген екен. Олай болса, қапыда сөзінің сипаттамасы күтпеген жерден, байқаусызда, абайсызда деген мағынаны береді. Мысалы, ол қапыда қолға түсті. Ол күтпеген жерден ұсталды деген сияқты. Ал келесі мәртебесі сөзіне сипаттама жазатын болсақ, мәртебесі ол абыройы, дәрежесі, құрметті орны немесе лауазымы деген мағынада қолданылады. Мысалы, оның мәртебесі жоғары деп айтсақ болады, болмаса, оның абыройы мен беделі жоғары деп те айтады, Келесі біздегі 6-шы тапсырмаға назар аударыңыздар. Тапсырманы орында. Ғарышкерлерді ата. Балалар, ғарышкерлер бізде Алексей Архипович Леонов және де Павел Иванович Беляев болатын, Ал автор бұл суреттегі оразақын Асқар. Оның біз жұлдыз тойы деген мәтінін білеміз, Келесі 7-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Жарайсың Айдынаға өлеңінің авторын ата. Бұл өлеңнің авторы, балалар, Байбота Қошым Ноғай болатын, 8-ші тапсырмада бізге өлең шумағын ұйқас сөздермен сәйкестендіріп оқы деген екен. Олай болса, өлеңді оқиық. Таудай үлкен талабым, мен бармақтай баламын, көктің жүзін барлаймын, үлкен ғалым боламын. Олай болса, балалар, 9-шы тапсырмаға назар аударыңыздар. МиГ-29 қандай ұшақ? Балалар, МиГ-29 әскери ұшақ болатын, 10-шы тапсырма: ғарышкер рөліне еніп, таңдаған тақырып бойынша ғарыштағы түскі ас, ғарыштағы салмақсыздық тақырыбына таныстырылым жасаңдар. Балалар, мен онда ендеше ғарыштағы түскі ас тақырыбына таныстырылым жасаймын. Ғарыштағы түскі ас. Ғарыштағы түскі ас ерекше талаптарға сай болу керек. Себебі ғарыш кеңістігінде жағдай мүлде басқа. Ғарыштағы тағам мынандай сипатта болу керек. Бірінші, жеңіл әлі қоректік. Екінші, тығыз жабылған қаптамада. Үшінші, ұзақ сақталатын. Төртінші, сусыздандырылған. Бесінші, иісі қатты шықпайтын. Мінеки, балалар, тағамдар осындай болуы тиіс. Ғарышкерлер көбінесе пюре, ботқа, ет пен көкөніс езбесі, жаңғақтар мен кептірілген жемістер жейді. Сусындар да арнайы пакеттерде беріледі. Ғарыштағы түскі ас қауіпсіз, ыңғайлы, пайдалы
әрі ұзақ сақталатын тағам болуы керек. Балалар, неге ұзақ сақталатын? Себебі ағарышта 1 ай, 15 күн, 2 ай жүруі мүмкін, иә? Сол кезде бұзылып кетпейтін ұзақ сақталатын тағамдар болуы тиіс. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.